Елемесов Айдос Жұмажанұлы, Ақшұқыр ауылы әкімінің орынбасары. Қазіргі таңда мына тұрған ғимаратымыз Ақшұқыр ауылының өнер мектебі, Маздақ аула клубы және де Ақшұқыр ауылының ардагерлер үйі орналасқан ғимарат. Бұл ғимарат ағымдағы жылдың қыркүйек айында қолданысқа берілген. Өнер мектебінде әртүрлі аспаптар бойынша ауылдың балаларын үйрету, оның ішінде әртүрлі аспаптар, музыка бар, басқа да живопись бар. Бойынша 209 бала айналысады, осыған қатысады өнер мектебіне. Ал Маздақ аула клубына 273 бала, ауылымыздың балаларымыз айналысып отыр. Қатысып, осында келіп жүрген балалар. Бұл жерде штор жоқтығы, ол ғимаратқа қатысы жоқ қой. Қазір жаңадан берілгеннен кейін әртүрлі өзінің талаптары, өзінің қағидасы бар, оның бәрін мемлекеттік портал арқылы сатып алу процесі бар. Жалпы менің білуім бойынша, штор бойынша, жалюзи бойынша осы ғимараттың мемлекеттік конкурстық ойын сатып алу порталына салынып, қазір сол жүргізіліп жатыр, қазір қондыру жұмыстары жалюзи бойынша. Себебі ол өнер мектебінің жалюзиін біз ардагерлер үйіне деп айттық. Осы ғимарат бір ғимарат болғаннан кейін қондырып беруін сұрадық ардагерлер үйіне, өнер мектебін. Балалардың өнер мектебінің ғимараты болмады. Біздің ауылдық ардагерлер үйлерінің ардагерлер үйінде ғимарат болған жоқ. Ардагерлер үйлер ауылдың ақсақалдары әркім өзінің ақсақалдардың сарайларына барып, сол жаққа жиналып жиындар өткізіп жүрді. Бірінші сол мәселе болды ақсақалдарымыз алдында. Ал өнер мектебі біздің Ақшұқыр ауылдық әкімдігінің аппаратының ғимаратында бірінші қабатында қыстырылысып тар бөлмелерде отырды. Ол былай айтқанда балаларға баратын жер болмады. Сол себептен сатып алынған ғимарат қой. Қазір мынау ғимарат менің білуімше білім беру бөлімінің балансында болу керек. Қыркүйек айында берілген, әлі бір ай өтпеген ғимарат қой. Қазіргі таңда сізге айтып отырмын, мемлекет сатып алу процесі бар өзінің. Енді отыратын жер тар болғандықтан, ғимарат дайын болғандықтан, бір көзден бәріміз атсалысып балаларға беру жағын қарастырып отырмыз. Балаларға ықпал жасап отырмыз. Кейін жақсы бөлмеде, жарық бөлмеде отыруына. Ал мына жалюзи, сабыны, оның бәрі өз уақытымен болады. Қазір ол порталға салады, сатып алады, оны ғимаратты күтіп ұстау деген процесі бар. Ол бөлек лотпен кетеді. Жалюзи бар, одан бөлек оларда ғимарат болмағандықтан жиһаздар да болған жоқ, былай айтқанда. Ардагерлер үйінде отырған жиһаздардың бәрі мәдениет үйінен басқа жерде алғанбыз. Жалпы ауылдың азаматтары спонсорский көмекпен, басқа да көмекпен осы ғимаратқа жиһаздан алып беру жұмыстанып отыр қазір. Халық саны 13 мыңға жуық халық тұрады Ақшұқыр ауылында. 3 мектебіміз бар, лицей, гимназия. Балалар қатынап жатыр, балалар оқып жатыр. Физкультурно-оздоровительный комплексіміз бар, Теңіз жағалауында орналасқан. Және де Ерқосай спорт кешені бар. Балалардың бәрі айналысып жатыр, спортпен айналысып шұғылданады. Алайда өнер мектебі де бар, бірақ ғимарат болмады. Шындыққа келгенде талапқа сай ғимарат болмады. Сол себептен осы ғимаратты мемлекеттік портал арқылы сатып алынды. Қазір сізге айтып отырмын, 500-ге жуық бала осы өнер мектебіне келіп қатысып, домбыра үйірмелерге, әртүрлі қобыз бар, басқа да үйірмелерге